Сәлеметсіңдер ме, балалар? Дәптер, кітап, қарындаш, сызғыштарыңдарын дайындаңдар. Суретке назар аударайық. Бұл қай мезгілдің суреті, балалар? Көктем мезгілі екен. Көктем мезгілінің ерекшеліктерін атаңдар. Күн жылынады, өсімдік көкөніс өседі, мал төлдейді, жыл құстары келеді деген сияқты көптеген ерекшеліктерін сендер білесіңдер. Басқа қандай ерекшеліктер бар? Келесі суретке назар аударайық. Астық көкөніс егеді. Астық көкөніс егетін жерді біз не деп атаймыз, балалар? Көкөніс және егістік алаңы деп атаймыз. Олай болса біз математика сабағынан аудан туралы бұрын білеміз, өткеміз. Бейнелерді бақылаңдар. Барлығы қандай пішінді? Мынау барлығы қандай пішінді екенін бақыладық, балалар? Шаршы немесе квадрат пішінді екеніміз бақыладық. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз ауданды өлшеу. Ал сендер, балалар, мұғалімнің берілген тапсырмасын дәптерлеріңе сызыңдар. Барлығымыз бірге орындайық. Біз бүгін не үйренеміз? Бейненің ауданын табу, өлшем бірлігі ар, өлшем бірлігі ға, аудан бірліктерін айландыру. Кестені сызған болсаңдар, төменгі бейнелердің ауданын табайық. Ұзындығы 1 сантиметр, ені 1 сантиметр, шаршының ауданын табайық. 1 сантиметр, көбейту 1 сантиметр, тең 1 квадрат сантиметр. Енді барлығымыз мұна 1 сантиметр квадратымыз келесі бейнеге қанша рет сыйып тұрғанын бақылайық. Олай болса 10. Енді табайық 10 сантиметр, көбейту 10 сантиметр, тең 100 сантиметр квадрат. 10 сантиметрді басқаша 1 дециметр деп те атаймыз. 1 дециметр деп жазуға болады. 1 дециметр көбейту 1 дециметр, 1 дециметр квадрат. Енді келесі бейнені бақылайық. 1 дециметр квадратымыз бұл мынаған қанша рет сыйып тұрғанын көрейік. Және де бірдей бұлайдан да 10-10-нан сыйып тұр. 10 рет сыйған дегеніміз 100. 100 олай болса 100 сантиметр көбейту 100 сантиметр, 10.000 сантиметр квадрат. Енді дециметрмен есептейік. 10 дециметр, 10 дециметр, 10 дециметр көбейту 10 дециметр, тең 100 дециметр квадрат. Ал енді 100 сантиметр, 10 дециметріміз 1 метр. Енді метрмен өрнектейік. 1 метр көбейту 1 метр, 1 метр квадрат. Балалар, енді жақсылап байқаңдар. 1 сантиметр квадрат дегеніміз біздің 1 сантиметр ауданның бірлігі. Текшеміздің аудан бірлігі 1 сантиметр квадрат, 1 дециметр, 100 сантиметр, 1 дециметр квадрат екеуі арасына тең.
Енді текшелердің бірліктерін қарайық. Бір бейнені көп бірлікпен өрнектеуге болатынын біз көрдік. 100 см квадратымыз 10 дециметр квадратқа тең. 10 дециметр квадратымыз 1 метр квадратқа тең. Квадрат дегеніміз ауданның бірлігі. Енді бір есеп шығарайық. Дәптерімізге ұзындығы 5 см, ені 4 см төртбұрыш сызып, ауданын табайық. Өздеріңіз сызыңдар, балалар. Ұзындығын енін белгілейік. Ұзындығы 5 см, ені 4 см. Біз бұл өткен ауданын табу формуласын білеміз. Ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. С тең А көбейту Б. Ұзындығы А, ені В. С тең 5 көбейту 4, 20 см квадрат. Біздің тапқан төртбұрышымыздың ауданы 20 см квадрат. Енді барлығымыз класстың еденінің ауданын табайық. Сантиметр квадратпен табуға бола ма? Болады. Дециметр квадратпен табуға бола ма? Болады. Бірақ та бұған бірақ көбірек өлшейтіндіктен бізге ең қолайлы өлшеуіміз метр квадрат. Метр квадрат өлшемімен тапқанымыз өте қолайлы. Біз қандай да есепті шығаруымызға байланысты қолдануымызға болады. Келесі есепті ауызша есептейік. Ұзындығы 8 метр, ені 7 метр, бөлменің еденін неше метр құлтазбен қаптауға болады. 8 бен 7-ні көбейтіп, 50 метр квадрат құлтаз керек екен. Енді барлығымыз көкөніс алаңының ұзындығын табайық. Сызбаны қарайық. Байқап қарап тұрғанымызда квадрат көрініп тұрғандықтан болғандықтан санап табуға да болады. Біріншісінде бөліктерге бөліп ауданын табайық. Бөлікке бөліп табағанда 2 тіктөртбұрышқа бөлінді. Енді есепті ары қарай жалғастырып шығарайық. Ал бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін S1 ұзындығы 5 см, ені 2 см. 5 көбейту 2 тең 10. S2 деп келесі екінші тіктөртбұрыштың ауданын табайық. Ұзындығы 3, ені 2 тең 6. Барлық ауданын табайық. 10-ға 6-ны қосып 16. 16 көкөніс алаңының ұзындығы болғандықтан метр квадрат деген өлшеммен табамыз. Келесі суретке қандай әдіс тәсіл қолданамыз? Біріншісінде бөліктерге бөліп тапсақ, енді толықтырып сызамыз. Толықтырып сызып, толықтырып сызған алаңымыз қанша көзі барының табайық. Осылайша біздің тіктөртбұрышымыз 5-5-ден, ұзындығы ені 5-5 сантиметрден 5-5 метрден 25 метр болды. Біздің толықтырып сызған ауданымызды S2 деп табамыз. 3 көбейту 3, 9. Енді ауданын табу үшін 25-ден 9-ды алып,
16 шаршы бар екен. Енді тағы бір әдісті көрейік. Бұл бұрышынан қиғаш сызайық. Екі бөлікті біріктірейік. Екі бөлікті біріктіріп, тік төртбұрыш жасадық. Енді санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ені 2. 8 көбейту 2, 16. Ауданы 16 метр квадрат. Осылайша біз осы көкөніс алаңын 3 түрлі әдіс тәсілмен шығардық. Келесі есепті шығарайық. Ердің біздің үйдің тағаны 1 ар, көкөніс алаңы 1-ға өлшемді деп айтты. Ердіненің үйінің тағаны көкөніс алаңының ауданы қандай? Өлшемді екенін табайық. Арға деген өлшемдерге танысайық. Үйдің ұзындығы 10 метр, ені 10 метр. Енді ауданын табатын болсақ, 10 мен 10-ды көбейтіп, 10 метрмен ауданы 100 метр квадрат. Бұл 100 метр квадратымыз 1 арға тең. Енді көкөніс алаңының өлшемін табайық. Ұзындығы 100 метр, ені 100 метр. Ауданын табу үшін 100 метрді 100 метрмен көбейтіп, 10 000 метр квадрат. 10 метр квадрат дегеніміз 1 қаға тең. 1 гектарды 1 қа деп белгілейміз. 100 метр квадрат өлшемді 1 қа дейміз. Біз бүгін ар қа деген өлшемдермен түсіндік. 100 метр квадрат өлшемді ар деп, 1000 метр квадрат өлшемді қа, гектар деп айтады екенбіз. Барлығымыз бір есеп шығарайық. Бат 5 қа жерді жыртып, тұқым септі. Бат неше метр квадрат жерге тұқым сепкен? Не қа арпын метр болғандықтан 5-ті 10 000-мен көбейтіп, 50 метр квадрат жерге тұқым сеуіпті. Өздеріңнің шығарған есептеріңмен салыстырайық. Және аудан өлшем бірліктерінің байланысына назар аударайық. 1 қа, 1 ар, 1 метр квадрат, 1 дециметр квадрат, 1 сантиметр квадрат, 1 метр квадрат, миллиметр квадрат, 1 миллиметр квадрат. Олардың аудан өлшем бірліктерінің байланыстарын жалғастырып жазайық. Ұзындығы 10, ені 10 метр, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Сондықтан 100 сантиметр квадрат, 100 дециметр квадрат. 1 арын ұзындығы ені 10 дегендіктен 100. 1 қада 100. 1 гектарда 100 ар жер бар. 1 метрде неше сантиметр квадрат жер сияды екен? 1 метрде 100 сантиметр бар. Олай болса, 100 сантиметрді 100 сантиметрмен көбейтіп, 10 000. Не қады, неше метр квадрат барын табайық.
жүзбен жүзді көбейтіп 10.000 метр квадрат бар. Осылайша басқа да есептерді өзіміз жалғастырып шығарайық. Өлшем бірліктерінің ара байланысына бақылап, төмендегі есептерді шығарайық. Үлкен бірлікті кіші бірлікке айландыру үшін көбейтеміз. 25 см квадратта 1 см квадратта 100 болғандықтан 25 пен 100-ді көбейтіп 2500 мм квадрат. 615 дециметр квадрат дегенде 1 дециметр квадратта 100 см квадрат болғандықтан 615-ті 100-бен көбейтеміз. 61500 см квадрат. Келесі есеп 9 метр квадратта неше сантиметр квадрат барына табамыз. 1 метр квадратта 10.000 сантиметр квадрат болатындықтан 9-ды 10-мен көбейтеміз. 90.000 сантиметр квадрат. Келесі есебіміз 13 километр квадратты метр квадратқа айландырамыз. 1 километрде 1000 метр бар. Оны ұзындығы 1000, ені 1000 болғандықтан 1000 мен 1000-мен көбейтеміз. 1 миллион метр квадрат бар. Олай болса 13-ті миллионмен көбейтіп 13 метр квадрат. 13 миллион. Келесі 7 қада неше метр квадрат барын табамыз. 1 қада 10.000 метр квадрат болғандықтан 7-ні 10.000-мен көбейтіп 70.000 метр квадрат. 20 арды метр квадратқа шашырмыз. 1 арда 100 метр квадрат болатындықтан 20-ны 10-мен көбейтіп 2000 метр квадрат. Өздерін кейін үлкен бірлікті кіші бірлікке, кіші бірлікті үлкен бірлікке айландырып үлгейміз. Енді бір қат жерді белгілейік. Астында ұзындығы 100 метр, ені 90 метр. Көбесек 90.000 бір қаға жетпейді. Басында аудандары тура берілгендіктен 3500 бен 1500-ді қосып 2 рет тұрғандықтан қолайлы тәсілмен есептеп шығардық. 3500-3500-ді қосып, 1500-1500-ді қосып 10.000 бір қағазыр тұр. Ені көбейткенде 10.000 ве 250-мен көбейтіп 10.000 дейсінде бір аудан 6000 метр болады, келесі аудан 4000 метрге болады, екеуі бірігіп 10.000, 1 гектар жер. 1 гектар жер. Етін 11.000 болғандықтан бұл емес. Дұрыс жауаптары Б, В, Г, Д. Өлшемдері 10.000 метр квадрат. Өлшемдері 10.000 метр квадрат жерді қа деп айтады екенбіз. Сендердің барлықтарың Моңғол елінің азаматы. Моңғол елінің азаматы қанша мөлшерлі жерді меншіктенуге құқылы дегенді тыңдап жүрген шығарсыңдар. Бұнда кейбір адамдар 0,7 ға жер дейді, кейбір адамдар 7 гектар жер дейді, кейбір адамдар 0,7 ға гектар жер дейді. Біз олай болса 0,7
гектар жерді иеленуге тиісті екенбіз. 0,100 га жеріміз неше квадрат метр екенін өзіміз табайық. 0,7-ні қаны 100.000 10.000-мен көбейтіп 700 метр квадрат жерді біз өлчеуге иеленуге тиісті екенбіз. Біздің кітабымыздың 241 есебі егіншілер 480 гектар егістік алаңның 8-ден 5-іне картоп, қалған алаңға сәбіз екті. Егер әр гектардан 26 центнер картоп, 20 центнер сәбіз алған болса, картоп сәбізден неше центнермен артық. Қысқаша белгілеуін жазайық. Картоп 8-ден 5, қалғаны сәбіз. Барлығы 480 гектар. 480-ді 8-ге бөліп 5-пен көбейсек 300 гектар жерге картоп еккен. Енді картоп еккен алаңнан барлық алаңнан картоп еккен алаңды аламыз. 480-нен 380-нен 180 гектар жерге сәбіз еккен. 300 гектарды 26-мен көбейтіп 7.800 центнер жерге картоп еккен. 180-ді 20-мен көбейтіп 3.600 центнер жерге сәбіз еккен. Енді екеуінің айырмасын табамыз. 7.800-ден 3.600-ді алып 4.200 центнер артық жерге картоп еккен. Енді ауызша есеп, жатқа есептейік. Бойылған бөліктің неше арға тең? Бойылған бөлігің 10 көбейту 10 100 метр квадрат жер, 100 метр квадрат жерің 1 ар. Осы екі бойылған бөлігі 1 арымыз 2-ден 1 немесе 0,5 ар жерге 0,5 ар боялған. Келесі есеп ұзындығы 80 метр, ені 50 метр. 80 мен 50-ді көбейтіп 4000 метр квадрат. Бұны арға айландырсақ 4000-ді 100-ге бөліп 40 ар. 40 ардың 4-тен 3 бөлігі боялып тұрғандықтан 40-ты 4-ге бөліп 3-ге көбейтеміз. 30 ар бөлігі боялғаны. Енді барлығымыз ең алғашқы сызған сызбамызға қарап, біз бүгін не үйренгенімізді жазайық. Өте жақсы үйрендік. Мұғалімнен сұрап, есептейміз дейміз. Үйде өздеріңнің кітап, дәптердерің, қаша қораларың аудан есептеп табыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсене қатысқан балалар, сендерге көп рахмет. Сау болыңдар.